Күріш суды және ыстықты жақсы көретін дақыл түрі. Ылғалы мол тропиктік және субтропиктік аймақтарда өсіріледі. Дүние жүзінде күрішті өсіру бойынша Қытай, Үндістан, Бангладеш, Индонезия секілді елдер алдыңғы қатарда. Күріш адам ағзасын жақсы тазалайтын күшті қасиетке ие. Оның түрлі сұрыптарынан тағам дайындалады. Негізгі азықтық дақылдардың бірі саналатын күріш дәнінен спирт, крахмал алынады екен. Сыра қайнатылады, сабанынан қағаз жасалады екен. Кебегі мал азығы, одан жоғары сапалы май алуға да болады. Мамандардың айтуынша күріш калориясы төмен азық. Азиялықтардың мүсіннің әсем өздерінің ұзақ өмір сүретін сырын зерттеушілер ол күрішті көп тұтынатындықтан деп түсіндіреді. Күріштің құрамында көмірсулар 80, жасұнық 3% құрайды. Сол себепті көкөністерден дайындалған тағамға күрішті де гарнир ретінде ұсынады екен. Сонда күріш несімен пайдалы? Құрамында глютен жоқ болғандықтан. Глютен дегеніміз ағзада қатты аллергиялық реакция тудыратын ақуыздар. Ал енді күріш құрамындағы ауыр көмірсулар тағаммен адам ағзасына еніп, оның бұлшық етіне жинақталады, күш-қуатты керегінше шығарып отырады. Күріштің құрамында магний, темір, В тобының дәрумендері бар. Ақуызға бай күріш ағзаны қажетті амин қышқылдарымен қамтамасыз етіп отырады екен. Күріш құрамындағы ауыр көмірсулардың көмегімен адам ағзасында күніне қант пен майлар құрамы өз мөлшерінде реттеліп отырады. Ағзаға өзге тағамдармен түскен зиянды заттары да күріш өз бойына сіңіріп алып залалсыздандырады екен. Сол себепті күріш арқылы диета ұстанғанда ағзадан тұз бен қалдықтар, яғни шлактар сыртқа шығады екен. Соның нәтижесінде жүйке жүйесі жақсы жұмыс атқарып, ұйқы дұрысталады, бет терісінің түсі әдеміленеді, ауыздан жағымсыз иіс шықпайтын болады. Бұл әрине күріш тағамдарын тұтынудың басты пайдасы. 5 құрлықты жаулаған дақыл күріштің құрамындағы калий жүрек қан тамырының жұмысына, дертіне шипалы екен. Өйткені ол жүректің бұлшық еттерін нығайтады, жұмысын жақсартады. Тағам болып ағзаға түскенде күріш ең алдымен тұзды жояды. Сол тұздық зияндылығы ағзадағы судың сіңімділігі кедергі келтіруі мүмкін. Яғни күріш ағзаны тұз бен артық судан арылтып, зат алмасу үдерісін жандандырады екен. Күріштен жасалатын палау тағамы аштылардың шынайы сынағы деуге болады. Суы көп болмаса езіліп кетеді, аз болса күріш тірі болып қалады. Сондай-ақ барлық күріштің қасиеті бірдей болмайды. Суды көп сіңіретін, аз сіңіретін, майды көп сіңіретін, ұзын, қысқа, ақ, күңгірт, қара секілді көптеген түрлері кездеседі. Ақпарат құралдарында дүние жүзінде 40 мыңнан астам түрі кездесетіні жазылған. Қара күріш туралы мынандай әпсана бар. Ертеде қара күріш тек Қытай сарайларында ғана өсіріліп, сарай халқы ғана жей алатын азық болған екен. Күндердің бірінде бір шаруа бір уысын ұрлап шығып, өсіріп қара халықтың ішіне тарай бастаған екен. Бұл хабар патшаға жеткенде шаруалардың қолындағы бүкіл қара күріштерді тәркілеп көзін жояды. Осыдан кейін қара күріш тыйым салынған күріш деп аталып кеткен деседі. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам күріштен жасалған тағамды жақсы көрген екен. Сондықтан мұсылман елдерінде күріш жегенде салауат айту әдетке айналған екен. Жүйелі қоректенудің ажырамас бөлігіне айналған күріш құрамында зиянды май, холестерин секілді ағзаға зиянды ештеңе болмауымен де денсаулыққа өте пайдалы азық түрі. Құрамында натрий өте әлсін ғана кездесетіндіктен жоғары қан қысымымен байланысты дерті барлар үшін ең жақсы азықтардың бірі. Альцгеймер дертінің алдын алу мақсатында да мамандар бұл дертке шалдыққандар үшін пайдалы болып табылатын нейромедиатор тұрғысынан қанық келетін күңгірт түсті күрішті тұтынуға кеңес береді. Амин қышқылдар қатарына жататын лейцин тұрғысынан қанық келетін күріш қандағы шекерді жүйелендіріп,
күш береді және жаралардың жазылуына септігін тигізеді екен. Ас қорытылмауының алдын алатын күріш іш өтуіне қарсы әсерлі келеді. Күңгірт күріш қатерлі ісіктің алдын алуға ықпал ететін ерітілмейтін талшық тұрғысынан қанық келеді. Күріш Д, В дәрумені, фолий қышқылы, кальций, феррум, магний секілді минералдарды қамтиды, жасушалардың жаңалануын қамтамасыз етеді екен. Күріште көмірсу мөлшері мол болғандықтан денеге күш қуат беріп, мидың қалыпты жұмыс істеуіне көмекші болады екен. Күріш суының пайдасы: буындарыңыз сықырлағанын қойып, жанарыңызда нұр ойнап, тырнағыңыз қатайып, шаштарыңызда жылтырай бастайды. Яғни бұл күріш суының пайдасы. Оған қоса осы қара суық күз мезгілінде ұйқыңыз жақсарып, шаршау азаяды екен. Бұл тазалау ағзаны жасартып қана қоймай, көптеген аурулардың алдын алады екен. Сондай-ақ күріш суының пайдалы қасиеттері бар. Олар ағзаның ішкі энергиясын босатады, тері мен шаштың жағдайын жақсартады, зат алмасуды жылдамдатады, ағзаны уытты заттардан тазалайды, сусыздануды жеңуге көмектеседі екен. Дәрігерлер бұл күріш суының қасиеттерін баяғыда мойындап атап өткен болатын, бірақ оны аш қарынға ішуге болмайды екен. Ақпарат пайдалы болса, пікір қалдырып, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.